Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Аяна. Бүгін мен сіздерге Корей халқының ұлттық тағамы пигоди жасап үйрететін боламын. Бізге салмасына керекті заттар: фарш, пияз, сәбіз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып алып, ашыған қамырымызға салатын боламыз. Мен қамырды алдын ала ашытып алдым. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Кәдімгі бауырсақтың қамыры. Тұзбен кәдімгі суға ашыттым. Ешқандай жұмыртқа қоспайсыздар. Салмасына өздеріңіз көңіліңіз не қалайды, сол затты салсаңыздар болады. Мен пияз бен сәбіз және фаршты салдым. Осылай дөңгелек етіп жайып аламыз да, салмасын молынан салып, осылай түйеміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша түйсеңіздер де болады. Мен просто осылай түйдім. Ал қалған қамырлардың бетін салафан пакетпен жауып қоясыздар. Мантоваркаға салып 45 минутта пышный болып, көтеріліп, өте дәмді болып пісіп шығады. Сенбесеңіз жасап көріңіз. Өте дәмді болды. Отбасыма қатты ұнады. Сізде жасап көруіңіз керек. Кеңес етемін, ас болсын.